Сәлем достар, сіздер тоқу каналындасыздар. Сіздермен бірге Ақсәуле. Бүгін мен сендерге осындай шапка тедидің тоқу әдісін көрсететін боламын. Бұл шапканың тоқу әдісі өте оңай. Даже жаңадан тоқып бастаған жандар да қайталап тоқи алады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Тоқу үшін ең алдымен бізге ілмектер қажет. Менде 2/5 номерлі және 3 номерлі ілмектер. Және де инелер жуан және жіңішке. Міндетті түрде көздері үлкен болу қажет. Және де 4 штук маркер, қайшы, қадағыштар, сантиметрлік лента, жіп. Менде Alize Lana Gold Classic жібі, құрамы 49% жүн және 51% акрил. Метражы 100 грамм 240 метрге, түстің номері 58. Және де қосымша көк және ақ түсті жіптер қажет. Шапканы 53 сантиметрлік бас өлшеміне тоқимын. Оның төбесінің диаметрі 16-9 сантиметр, ал ұзындығы 19 сантиметр плюс 1 сантиметр, подкладқа 20 сантиметр. Бұл таблицадан қарап өздеріңіздің размерлеріңізге сай тоқсаңыздар болады. Ссылкасын астына қалдырам. Енді тоқуымызды бастаймыз. Ең алдымен ғажайып шеңбер жасаймыз. Бір воздушный петля тоқим. Ары қарай 9 столбик без накида шеңбердің ішіне тоқып шығам. Шапканы 3 номерлі ілмекпен тоқимын. Мен 9 столбик без накида тоқып болдым. Мен жіпті қаттырақ тартамын да бірінші қатарымды қосатын болам. Соңғы петля мен бірінші петлямды соединительный столбик арқылы жалғаймын. Екінші қатарымызды бастаймыз. Алдымен 2 воздушный петля тоқимыз. Және осы петляға 2 столбик с накидам тоқимын. Және де барлық петляларға осылай қатардың соңына дейін 2 столбик с накидамнан тоқып шығамын. Сонда менде 18 петля болады. Екесе көбейеді петлялар саны. Мен екінші қатарымды аяқтадым. Міне соңғы петлямды тоқыдым. Енді қатарды бір-біріне жалғаймын. Мен мұны воздушный петля емес, бірінші столбик с накидымға соединительный столбик тоқып жалғайым. Осылай енді екінші қатарымызды тоқимыз. 2 воздушный петля және осы петляға тағы столбик с накидым тоқып шығамын. 1 столбик с накидым. Және де тағы. Мен прибавканы бірден қатардың басында осылай тоқып бастаймын. Енді екінші петляға 1 столбик с накидам тоқимын. Келесі петляға 2 столбик с накидам. 1, 2. Келесі петляға 1 столбик с накидам. Осылай қатардың соңына дейін 2-1 қылып тоқып шығамыз. Неке мен 3 қатарымды тоқып болдым. Енді 4 қатарды тоқимын. 4 қатар тоқыған кезде 2 прибавка жасағаннан кейін 3 петля тоқимыз. 3 петля прибавка, 3 петля прибавка. Солай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Дөңгелек тоқыған кезде солай әр қатар сайын прибавкадан кейін бір петлядан қосылып тұрады. Мысалы біз 9 столбик без накидам тоқыдық дөңгелектің ішіне. Енді әр қатар сайын 9 петля қосылып отырады. Енді 4 қатарымызды бастаймыз. Бұл қатарда тағы прибавка жасаймын басында. Және прибавкадан кейін 3 столбик с накидом тоқимын. 1, 2, 3.
Енді тағы прибавка жасайм. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Мінекей мен 9 қатар тоқып шықтым. Менде 9 қатарым 15-те 5 сантиметр болды. Енді маған 16-та 9 сантиметр тоқу үшін тағы бір қатар тоқып шығуым керек. Мінекей 9-шы қатар 15-те 5 сантиметр менде. Енді мен 11-шы қатарда 9 прибавка жасауым керек. Оны 2 қатарға бөлем. 10-шы қатарда 5 прибавка жасайм. Және 11-шы қатарда 4 прибавка жасайм. Себебі бұлай істегенім себебі өйткені дөңгелек аккуратно көріну үшін. 10-шы қатарда 5 прибавка ол 16-шы әрбір 17-шы петляда болады. Ал 11-шы қатарда 86-ны 4-ке бөлсек, әрбір 21-шы 22-ші петляда болады. Енді 10-шы қатарды тоқып бастаймыз. 2 столбик, 2 воздушный петля және прибавка, 2 столбик с накидом тоқим. Және де прибавкадан кейін 15 столбик с накидом тоқим. 16-шы столбикке прибавка жасайм. 1, 2, мен бітірдім. 15 столбигімді, енді 16-шы столбигімді прибавка жасайм. 1, 2. Енді 16 столбик тоқып, 17-ші столбикке прибавка жасайм. Мінекей мен прибавкамды жасағалы жатырмын 17-ші столбикке. Енді қатарды аяғына дейін өз бетімізше осылай тоқып шығамыз. Енді диаметрді өлшеп көрейік. Диаметр 16-да 9 сантиметр менде. Бірақ мен бәрібір қосымша жаңа 4 прибавкасы бар қатар тоқимын. Себебі мен подклад тігем ішіне. Мінекей прибавкамды жасадым. 2 столбик с накидом бір петляға. Енді әрбір 21-ші 22-ші петляға прибавка жасаймыз. Қазір 21-ші петляға жасайм. 20 петля столбик с накидом тоқып шығам. 20 петля тоқып болдым. Мен 21-ші петляға прибавка жасайм. 1, 2. Енді әрі қарай 21 столбик с накидом тоқимын. 21 столбик с накидом тоқып болдым. 22-ші столбикке прибавка жасайм. 1, 2. Енді әрі қарай енді 20 столбик, одан кейін 21 сөйтіп тоқып шығамыз. Мен тоқып болдым. Мінекей 11-ші қатарымды. Енді 12-ші қатар столбик с накидом тоқим. Осылай қатардың соңына дейін еш өзгеріссіз столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей мен өзгеріссіз столбик с накидом бір қатар тоқып шықтым. Енді осы қатарды жалғаймын. Соңғы петля мен бірінші петляны соединительный столбик арқылы жалғаймын. Және осылай біз өз бетімізше керекті ұзындыққа дейін тоқып шығамыз. Сосын тоқыған кезімізде біздің жаңа қатар қосқан соединительный столбиктарымыз осылай сызық болып көрініп тұрады. Сол сызық солға қарай былай кете береді.
Ол қатты солға кетіп қалмас үшін біз әр 3 қатар сайын бірінші петлямызды алдыға жылжытып тоқып отырамыз. 3 немесе 2 қатар сайын жасауға болады. Міне қатарымызды бітіріп, келесі қатарды бастайын деп жатырмық. Екінші петляға соединительный столбик тоқып жібереміз де, осы петлядан бастап қатарды бастаймыз. Сол кезде жаңағы сызық қатты солға қарай кетіп қалмайды, және де қосқан жеріміз онша байқалмай қалады. Ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Қазір шапкамыздың ұзындығын өлшейміз. Шамамен менде 19 сантиметр болу керек. Менде қазір 18-5 сантиметр шықты. Мен тағы 2 қатар столбик без накида обвязка жасаймын. Сол кезде 20 сантиметрім шығып қалуы мүмкін. Шапкаға құлақ тоқып бастау үшін есептеуіміз қажет. Бүкіл петляны 5-ке бөлеміз. Менде 18 петля шықты. 2 құлағына 18 петлядан алдыңғы жағына 36 петля, артқы жағына 18 петляны солайша бөлемін. Қазір біз маркерлер ілеміз. Ортасындағы қатар басталған сызықтан 2 жағынан 9 петлядан бөліп маркер ілеміз. Келіп болдым. Артына 18 петля. Және де 2 жағынан 18 петля құлаққа, 2 құлағына ілдім. Енді қатарды бастаймыз. Ілмегімізді салып, жіпті тартып шығарамыз. Және де бірінші воздушный петля мына жіпті жалғастырып бір воздушный петля тоқимыз, және осы ұшын тығып қоямыз қатардың ішіне. Екінші жұмысшы жіппен екінші воздушный петляны тоқимыз. Жіпті тартамыз, және келесі столбикке, келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Міне осылайша біз бір қысқарту жасадық құлағындағы. Енді ары қарай өзгеріссіз екінші маркерге дейін 2 петля қалғанша тоқимыз. Мінеки бізде 2 петля қалды, қысқартамыз. Бірінші петляда 2 жібімізді ғана тоқимыз. Накид 2 жіпті бірге тоқып жібереміз, және соңында бәрін бірге тоқып жібереміз. Енді артқы жағын тоқимыз. 18 петля өзгеріссіз екінші маркерге дейін. Енді екінші маркерде екінші құлағын тоқимыз. Тағы қысқарту, накид. Бірінші петляға ілмегімізді салып, жіпті тартып алып шығамыз. Және 2 жіпті қосып жібереміз. Екінші петлямызда дәл солай 2 жіпті қосып тоқып жібереміз. Соңында 3 жіп қалады, бәрін бірге қосып жібереміз. Сөйтіп екінші маркерге дейін 2 петля қалғанша тағы өзгеріссіз тоқимыз. Неке 2 петля қалды, онда қысқартамыз. Дәл алдындағыдай 2 петлямызды бірге қосып тоқып жібереміз. Осылайша қатарымыз бітті. 2 воздушный петля тоқимыз. Және екінші петляға столбик с накидом тоқып, осылайша бірінші қысқартуымызды жасаймыз. Келесі қысқартуға дейін өзгеріссіз 2 петля қалғанша тоқимыз. Міне менде 2 петля қалды. Алдыңғы қатардағы петлялар бірге қосылған. Оларды 2 петляны қосып, қысқартып тоқып жіберемін. Осылай 2 воздушный петля тоқымам, теріс айналдырам. Келесі петляға столбик с накидом тоқимын. Бірінші қысқарту кетті. Енді екінші қысқарту, соңғы 2 петляны
бірге тоқимыз. Осылай қысқартуды әр қатар сайын екі жағынан қысқартып, керекті өлшемге дейін тоқисыздар. Құлағымды тоқып болдым. Менде 8 петля қалғанша тоқыдым. Құлақты 4 қатар тоқыдым. Енді екінші құлақты тоқимыз. Оны да бірінші құлақ сияқты теріс бетінен бастап тоқимыз. Екеуі бірдей болу үшін бір воздушный петля тоқимыз жіптің шетінен, екінші воздушный петля жұмысшы жібінен жіпті тартып ішіне тығып қоямыз. Енді екінші петляға столбик с накидом тоқып, бірінші қысқартуымызды жасаймыз. Және де маркер тұрған жерде соңғы екі петляны тағы қысқартамыз. Осылайша біз екі петлямызды қысқартамыз. Соңғы бірге тоқып жібереміз. Осылайша екінші құлақты бірінші құлақ сияқты екі жағынан қысқартып 8 петля қалғанша тоқимыз. Мінекей, мен екінші құлағымды бітірдім. Шапкам осындай болып шықты. Енді бұған мен столбик без накидан тоқып, обвязка жасаймын. Мінекей, бірінші столбик без накидамды тоқимын мына жерге. Ыңғайлы жерлерге осылайша столбик без накида тоқып шығамыз. Осы құлақ аяқталғанша. Енді құлақтағы ең соңғы петляға столбик без накида аяғына дейін тоқымай крючогымызды салып өстіп жіп шығарамыз. Және мына тұрған астыдағы петляға жіпті алып шығамыз. Және екеуін бірге қосып қысқартып осылайша тоқып жібереміз. Өстіп шапканың артын столбик без накида қылып екінші құлаққа дейін тоқимыз. Енді осы екінші құлақта тағы осындай қысқарту жасаймыз. Мінекей, мен столбик без накидаларды тоқып болдым. Соңғысы қалды. Соңғы петляны көк жіппен аяқтап жіберем. Өйткені келесі обвязканы мен көк түстен жасаймын. Сіздер жасамай қойсаңыздар да болады. Егер де сіздер шапканың түсі мен шетіндегі обвязканың түсі бірдей болатын болса. Қайтадан бір қатар столбик без накида тоқып шығамын. Артық жіптерді бірден тығып тоқимын. Мінекей, мен шапкамды тоқып болдым. Менде осындай болып шықты. Енді өлшемдерін сызғышпен өлшеп көрейік. Төбесінен маңдайына дейінгі өлшемі менде 20 сантиметр болды. Ал өзім ойлағандағыдай, ал ені 26 сантиметр. Достар, шапканың қалған детальдарын, дәдидің көзін, мұрнын, құлағын қалай тоқу керек, қалай шапкаға тігу керек екендігін мен келесі видеода көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.